Сәлем баршаңызға. Сіздермен бүгін үй жағдайында өте керемет болып шығатын осындай ажурный блинчиктің рецептісімен бөлісетін боламын. Мінекей, қараңыздаршы, қолға қанша сосы да өте әдемі болып майса береді, яғни керемет жұмсақ болып піседі. Сіздер де жасап көріңіздер. Қазір сіздермен рецептісімен, яғни өзімнің рецептіммен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Оның үстінен 5 ас қасық шекерімізді, яғни қантымызды салып аламыз. Қантымыз бен жұмыртқамызды жақсылап араластырып алып, араластыратын боламыз. Мінекей. Үстіне кішкене шым-шым тұз салатын боламыз. Енді үстіне електен өткізілген ұнымызды салатын боламыз. Міндетті түрде електен өткізілген болуы қажет. Осыны ескере кетіңіздер. Оның үстіне мен ас содасын салатын болам, ұнмен бірге. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Мен әлі сүт, су ештеңе құйған жоқпын. Мен яғни осының барын араластырып болғаннан кейін, соның үстінен сүтімді құятын боламын. Мінекей, осылай қоймалжын маса дайындап аламыз. Өздеріңіз көріп отырғандай, қазір үстіне тағы да ұн салатын боламыз. Жақсылап араластырамыз. Ешқандай түйіршік қалмайды. Мінекей, осы ұнымызды да жақсылап араластырып аламыз. Осы ұнымыздың барлығын араластырып болғаннан кейін, мінекей, арасында мінекей жақсылап қоймалжың маса дайын болды бізде. Осы массамыздың үстіне қайнап тұрған, жаңа қайнаған ыстық суды құятын боламыз. Қозғаймыз, жақсылап араластырамыз. Бір келкі масса шығады бізде. Мен тағы да кішкене су құямын. Менде қоюлау болып тұр. Достар, сіздер тура осы мен жасап жатқан рецептпен жасасаңыздар, сіздерде де керемет рецепт шығатын болады. Мен бұның алдында қанша түрлі рецептпен жасап көрдім, бірақ дәл бұлай ажурный болып шыққан жоқ менде. Сіздер тура осы менің рецептпен жасап көріңіздер. Үстіне 2 ас қасық сұйық май құйып, оны да жақсылап араластырып алатын боламыз. Менде ең идеальный болып шыққан рецепт осы, қыздар. Мінекей, енді қызып тұрған табамызға құямыз. Көрдіңіздер ме, уже менде керемет ажурный, яғни кестелі блинчик пайда болды менде. Мінекей, енді келесі бетіне аударып, осылай пісіріп ала береміз. Достар, менің каналыма тіркелуді ұмытып кетпеңіздер. Маған лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басып кетсеңіздер, менің жаңа рецепттерім сізге бірінші болып шығып тұратын болады. Менің каналыма тіркеліп, арнамның дамуына үлес қоса кетіңіздер. Бізге ас болсын, сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шықты.